Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін осындай өте дәмді болып шығатын қуырылған лагманның рецептімен бөлісетін боламын. Яғни жареный лагман өте дәмді. Достар, парақшаға тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ең алдымен бізге дәл осындай тауықтың төс еті қажет болады. Дәл осылай майдалап турап алыңыздар барлығында. Келесі кезекте бізде тәтті бұрыштарымыз қажет болады. Яғни тәтті бұрыш дегеніміз бұл жартылай тәтті және ащы бұрышымыз. Осының екі түрінен қажет болады. Және де осындай пекинский капуста, пекиндік капустамыз қажет болады. Оның осындай ақ жерлерін қолдансаңыздар да болады. Яғни барлығында қолдануға болады. Дәл осылай пиязымды да қолдандым. Мен үйдегі бар заттармен жасап жатырмын, бірақ та өте керемет дәмді болып шықты. Ең алдымен тауық етімізді осылай табамызға қуырып алатын боламыз. Осылай кішкене қуырылғаннан кейін су шыға бастағанда үстіне соевый соус шамамен біраз қасықтай құйып алдым. Жақсылап араластыра отырып, мінекей достар, осылай қуырып алыңыздар. Кішкене бетін жауып, соямыз етімізге сіңгеннен кейін үстіне пиязымызды салып, чесногымызбен жақсылап тағы кішкене аздап қана қуырып аламыз. Үстіне осылай жарты пелайдай су құйдым. Сосын осы суда жарты сағатқа бұқтырып алдым. Етіміз өте жұмсақ болып пісуі қажет. Оның үстіне капустамызды және де осы тәтті бұрышымызды да салып алдым. Менде мына жерде томат емес, қыздар, тәтті бұрыштың қатырылған түрін салдым, және де ол өте ерекше дәм береді біздің тағамымызға. Ол именно осы томатымыздың, яғни лапиза деп аталады, аты сол лапизамыздың қалай жасалу тәсілін мен сіздерге келесі видеода көрсететін боламын. Осы лапизамызбен өте дәмді, және де мен қара қосқан приправа, ол арнайы лагманға арналған дәмдеуіш. Осылай дүкендерден іздесеңіздер, ол именно осындай приправа сататын дүкендерде бар. Аздап үстіне көк пиязымды септім, және де лагманның қамырлары дайын еді. Менде алдында жасағаннан қалып кеткен, соны үстіне салып барлығын жақсылап араластырдым. Аздап көк пияз қосып жібердім, дәміне қарай және де түсіне қарай өте дәмді, өзгеше дәм береді оның өзі де. Барлығында жақсылап араластырып, үстіне кішкене тағы да соя құйып жіберіңіздер. Бұл жерде біздің қамырымыздың, яғни тағамымыздың светін кішкене өзгертетін болады. Мінекей достар, жақсылап араластырып, бетін жауып бұқтырып, тағы да 5 минутқа қойып қойыңыздар. Мінекей дайын болғаннан кейін бетіне мен кинзамды сеуіп алдым. Әрине кинзаның да өзіндік ерекше дәмі бар. Қолданбай қойсаңыздар да болады. Маған осы кинза, көк пияз қатты ұнағандықтан қолдандым. Мінекей достар, барлығын жақсылап араластырып, отбасыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі жасалу жолы өте оңай лагманның бір түрі. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Құрамына көп затты да қажет етпейді. Достар, менің каналым, яғни парақша ұнаған болса, және де менің видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен керемет дәмді оңай рецепттермен және қарапайым рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.